Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Алия. Сметанниктің оригинал рецептін сіздерге ұсынамын, дайындап көріңіздер. Құрамына бізге қажет қант 100 грамм, бір жұмыртқа, май сары 150 грамм, ұн мен разрыхлитель. Ең алдымен біз қантты саламыз, жұмыртқа, одан кейін сары май 150 грамм, барлығын араластырып біріктейміз. Алдын ала иеліктен өткізілген ұнымызды қосамыз. 250 грамм плюс-минус 50 грамм ұн қажет болуы мүмкін, оны өзіңіз көресіздер. Бірақ ұнды көп салмаңыз, өйткені біздің қамырымыз қатты болмауы керек. Одан кейін бір қасық разрыхлитель қосып, қамырды қолымен илейміз. Біздің қамыр дайын болды. Осылай салафанға салып 30 минут холодильникке салып қоямыз. Оған дейін біз салманы дайындайық. Бізге керегі 20%-ді қаймақ, 2 жұмыртқа, 1 С категория, қант 100 грамм және кукурузный крахмал қажет болады. Ең алдымен біз қаймағымызды ыдысымызға саламыз. 400 грамм қаймақ қажет болады. 2 жұмыртқа, 1 С категориялы. Одан кейін 100 грамм қант саламыз и бір үлкен ас қасық крахмал. Міндетті түрде кукурузный крахмал болу қажет. Одан кейін бәрін венчикпен араластырамыз. Миксермен араластырмаймыз. Бәрін венчикпен немесе вилкамен араластыруға болады. Жақсылап тұрып араластырамыз, қанты ерігенше. Мен қамырды оқтаумен жайдым, бірақ ол міндетті емес. Бірден формаға салып қолмен орналастыруға болады. Форманы біз майламаймыз. Қамырды осылай міне жасалу жолы видеода көрсетілгендей сияқты жасаймыз да, салмамызды құямыз. Жақсылап тұрып араластырып құямыз. Қызып тұрған пешке 170-180 градус 30-35 минутқа пісіреміз. Пісіп шыққан пирогымызды 2 сағат бөлме температурасында суытамыз, сол формадан алмай. 2 сағаттан кейін формамыздан алып, біздің пирогты холодильникқа 2 сағатқа салып қоямыз. Сол кезде ол өзінің начинкасын жақсы ұстап тұратын болады. Мінекей біздің пирогымыз өте дәмді, нәзік болып пісіп шықты. Сіздер де жасап көріңіз осы рецепт бойынша. Және де менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.
лайк басып комментарий жазыңыздар. Сіздерге көп рахмет. Ас болсын.